Бет терісін үй жағдайында қалай ағартуға болады? Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрмес бұрын каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Біркелкі өң денсаулық пен жастықтың белгісі. Әрбір әйел осы әсерге жетуге тырысады. Үйде пигментацияны, қызару және басқа ақаулармен күресуге болады. Теріні ағарту мұндай ақаулармен күресуге көмектеседі. Қартаю дақтары, сепкілдер, күңгірттік, қызару, шаршау іздері. Ағарту процедурасына қарсы көрсеткіш: тері аурулары, қабыну, жаңа тігістер мен жаралар. Үйде ағарту үшін тек дәлелденген және қауіпсіз рецепттерді пайдалану керек. Қатты химиялық заттарды қолданбаңыз. Скрабтарға қатты әуестенбеңіз. Егер реңктің өзгеруі тамырлы аурулармен байланысты болса, онда ағарту процедурасы дәрігердің кеңесінен кейін ғана жүзеге асырылуы мүмкін. Үй жағдайында бетіңізді қалай ағартуға болады? Үйде ағарту үшін тамақ және фармацевтикалық өнімдер қолданылады. Ас содасы, лимон, сутегі асқын тотығы, сүт өнімдері және дәріхана косметикасымен бетіңізді жақсартуға болады. Бет терісін бір күнде ағарту үшін әртүрлі компоненттері бар маскаларды қолдануға болады. Қандай рецепт таңдау терінің сипаттамаларына және мәселенің түріне байланысты. Ең тиімді ингредиенттер арасында ашытқы, сода, лимон, сүзбе, пероксид және аспирин бар. Сода. Бетіңізді содамен қалай ағартуға болады? Майлы теріні ағарту үшін сода қосылған рецепттер қолайлы. Ас содасын косметикалық балшықпен араластырып, су қосыңыз. Тегіс болғанша араластырыңыз және бетке жағыңыз. Маска құрғап ыдырай бастағанша қалдырыңыз. Жылы сумен жуыңыз. Саздың орнына картоп крахмалы мен сүтті қолдануға болады. Аспирин. Ацетилсалицил қышқылы бар өнім тазартуға ықпал етеді, қабынуды жеңілдетеді және түсті біркелкі етеді. Оны дайындау үшін аспирин таблеткаларын ұсақтау керек. Ұнтақты суға араластырыңыз және күн сайын осы құралмен бетіңізді сүртіңіз. Оны қартаю дақтары жойылғанша қолдануға болады. Цитрустық жемістер. Оның ішінде лимонмен бетіңізді қалай ағартуға болады? Лимон мен лимон шырыны табиғи ағартқыш болып табылады. Лимон шырынын бал мен зәйтүн майымен араластырыңыз. Массаждық қозғалыстармен теріге жұқа қабатпен жағыңыз. Бұл өнімнің тезірек сіңуіне және әрекет ете бастауына көмектеседі. Масканы 15 минутқа қалдырыңыз. Өнімнің қалған бөлігін жылы сумен шайыңыз. Лимон шырынын өзін қолдануға да болады. Оны мақта тампонына жағып, қартаю дақтарын майлаңыз. 15 минуттан кейін шайып, ылғалдандырғышты жағыңыз. Лимонға аллергияңыз болмаған жағдайда ғана қолданыңыз. Сутегі асқын тотығы. Теріңізді сутегі асқын тотығымен ағарту үшін оны майы жоғары сүзбемен жұмыртқаның сарысымен араластырыңыз. Алынған массаны теріге жағып 15 минутқа қалдырыңыз. Шайыңыз. Мұндай маска әсіресе құрғақ және қалыпты терінің иелері үшін пайдалы болады. Біркелкі өңге қол жеткізу және кемшіліктерді жасыру үшін сіз әрқашан ас үйде табылатын өнімдермен немесе алғашқы медициналық көмек жинағында болатын өнімдерді пайдалана аласыз. Танымал рецепттерді қолданыңыз немесе тәжірибе жасап көріңіз және өзіңіздің нұсқаларыңызды жасаңыз. Ең бастысы табиғи ингредиенттерді пайдалану және масканы тек сау теріге қолданады. Достар, видео сіз үшін пайдалы болған болса, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.